Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгерілмейді. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өзі тапқан емес. Егер оған бір еліксе, адам баласының құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкіп тастап кетсең де ақырында айналып келіп жеңеді. Ақылы түгел, ойлы адамның баласы байқаса, осы адам баласының жалықпайтұғын нәрсесі бар ма екен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да көңіл аз ба көп пе жалығады. Оның үшін бәрінің ғайыбын көреді, баянсызын біледі. Көңілі одан сайын суый бастайды. Дүние бір қалыпта тұрмайды. Адамның қуаты, тағдыры бір қалыпта тұрмайды. Әрбір мақұлыққа Құдай тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұралсын? Бірақ осы жалығу деген, әр нені көрем деген, көп көрген, дәмін, бағасын, бәрінің де баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Соншалық ғұмырының баянсызын, дүниенің әрбір қызығының, ақырының шолақтығын көрген білгендер тіршіліктен де жалықса болады. Бұлай болғанда ақымақтық та, қайғысыздық та бір ғанибет екен деп ойлаймын. Абай Құнанбайұлы. Малға достың мұңы жоқ малдан басқа. Малға достың мұңы жоқ малдан басқа. Аларында шара жоқ алдамасқа. Табысына табынып қалтан қағып, тойғаннан қалған берсе алашқа. Мал жияды мақтанын білдірмекке. Көзге шықып мал менен күйдірмекке. Өзі шошқа өзгені ит деп ойлар, сорпа сумен сүйекпен сүйдірмекке. Ақылды деп, арлы деп, ақ бейіл деп, мақтамайды ешкімді бұл күнде көп. Осы күнде мал қайда бұл ішінде, алтын алсаң береді болғынан жеп. Осын оқып, ойлай бер болсаң зерек. Еңбекті сат, ар сатып неге керек? Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек.